бір кітап жобасы аясында мен Әзілқан Нұршайықов ағамыздың «Ақиқат пен аңыз» кітабын оқып шықтым. Әзілқан Нұршайықов қазақтың халық жазушысы, Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, бұрын оқушы қауымға бірталай шығармаларымен, повестерімен белгілі болған танымал жазушы, «Махаббат қызық мол жылдар» кітабының авторы. Ал енді бүгінгі сіздерге ұсынып отырған кітабым «Ақиқат пен аңыз» кітабы. «Ақиқат пен аңыз» кітабында қазақтың қаһарман ұлы, Ұлы Отан соғысының батыры, қазақтың бір туар тұлғасы Бауыржан Момышұлының бейнесі сомдалған. Бұл жерде Бауыржан Момышұлының ерлік тұлғасы балғын жас кезінен бастап Отан соғысы жылдарында, одан кейінгі өмірде өте керемет бейнеленген. Бұл кітаптың бір ерекшелігі формасы жағынан. Бұл автор мен кейіпкердің арасындағы диалог ретінде жазылған өте керемет туынды. Әзілқан Нұршайықов осы бір туындысын өзінің туған әкесінің ағасына арнаған екен. Бұл еңбегімді бұрынғы Ақбұзау колхозының арыс азаматтары, оның алғашқы ұйымдастырушылары, қос коммунист ағайынды Амангелдиндер, Нұршайық пен Ғизап сіздерге арнаймын деп жазған екен. Яғни бұл жерде Әзілқан Нұршайықовтың да отбасынан талай адам соғыста құрбан болғанын дәлелдеп тұр. Әзілқан Нұршайықов өзінің еңбегін ұлы ойшыл, философ Абай Құнанбаевтың өлең жолдарымен бастаған екен. Сүйсінер ұлың болса, сен сүй, сүйінерге жарар ол деген екен. Яғни осы екі ауыз сөзбен ұлы батыр Бауыржан Момышұлының бейнесін сомдап тұр. Бұл кітапта автор және Бауыржан Момышұлы екеуінің ортасындағы диалог суреттелген. Автор Бауыржан Момышұлына мынандай бір сұрақ қойды. Әскерде, соғыста қандай кітаптарды оқыдыңыз? Қандай жағдайда қалай оқыдыңыз? дейді. Сол кезде Бауыржан атамыз: Толстойдың «Соғыс пен бейбітшілігі», мен Севастополь әңгімелері, Пушкин мен Лермонтовтың әскери прозасы, адмирал Нахимовтың, адмирал Макаровтың, ағылшын адмиралы Нельсонның кітаптарын оқыдым. Қазақ кітаптарынан мен Абайды ешқашанда жадымнан тастаған емеспін. Сол сияқты Москва түнде тұрғанда Қазақстаннан алдырып Шоқан Уәлихановтың шығармаларының ертеде шыққан басылымдарын оқыдым. Ал Абай романының бірінші кітабы менің қолыма соғыс жүргенде тиді. Өз қолыммен автограф жазып, оны Мұқаң өзі жіберіпті. Мен оны оқып шықтым. Мұқаңа арабша алды бет хат жаздым. Мұқаң менің кітапқа берген бағама риза болып 3 бет жауап жазды. Содан соң Сәбит автограф жазып, жұмбақ жалау роман жіберді. Мен оны сонау қиыр шығыста жүргенде оқыған едім. Бұл білетін кітаптарымның маған жібергендері, ал мүлдем білмейтін адамдардан да кітап алдым. Сол сияқты осы кітапта Батыр атамыз өз аузынан ұрысқа 207 рет қатысып, 5 рет қоршауда қалып, 2 рет ауыр жарақат алғанын айтады. Тағы да бір сөзінде ол кісі былай дейді: мен соғыс кезінде «Красная звезда» газетіне былай деп жазғанмын: өз халқын құрметтеп сүймеген адам опасыз, оңбаған адам деген. Ол сөзімді әлі де қайталаймын. Өйткені Еңгіліс айтқандай, өз елінің бағасын білмеген адам басқа елдің қадірін білмейді. Өйткені халықтардың туыстығы алдымен адамдардың өз халқына сүйіспеншілігі арқылы ғана көрінеді. Не деген керемет сөздер десеңізші. Осындай ойшыл
батыр тұлғалы ағаларымыз бізге үлгі өнеге. Құрметті оқырман қауым, осындай батыр бабаларымызды, рухы биік алаштың азаматтары туралы жазған шығармаларды оқуға, ұлы жазушылардың кітабымен танысып, рухани жан